Сәлем қыздар, қалдарыңыз қалай? Мен де трендтен қалмайын деп, осы Еноки саңырау құлақтарын дайындап көрдім. Осындай қытырлап, дәмі керемет болып шығады екен. Келіңіздер, бірге дайындаймыз. Ол үшін мен осындай 2 пакет Еноки саңырау құлақтарын алдым. Үйіңіздің адамдар санына қарап, көбейтіп азайтсаңыздар да болады. Енді осыны жақсылап жуып аламыз және бас жағын кесіп алып тастаймыз. Видеодағыдай. Енді осылай бумажный полотенцаға жақсылап кептіріп алатын боламыз. Өйткені қазір қуырамыз, сол кезде май шашырамау үшін сақтанып, осылай жақсылап тұрып сүртіп аламыз және осындай бөліктерге бөліп шығамыз. Бас жағынан мінекей осылай керемет болады екен. Бірінші рет жасап көрдім. Бір рет жасағаннан әдемі дәмді болып шығады екен. Енді соусын дайындаймыз. Ол үшін 2 қасық қант қостым. 2 қасық соя соус. Және 2 қасық кетчуп немесе томат қоссаңыздар болады. Және 1 шай қасық та тұз қосамыз. Және су қосатын боламыз. Жақсылап араластырамыз соус үшін. Әдемі керемет болады. Жақсылап араластырамыз. Қанты еруі керек болады. Жақсылап араластырып соусымызды дайындап алдық. Енді 2 немесе 3 чеснок майда етіп турап аламыз, немесе чеснокада вилкада шығарып алсаңыздар да болады. Осылай майда етіп турап аламыз және табамызға кішкене май құйып, енокиларымызды салып 2-3 минут сарғайғанша қуырып алатын боламыз. Қатты қуырып керек жоқ. Осылай үстесін айналдырып қуырып аламыз. Қарғыз алтын түспесін жіберейміз. Мінекей осылай сап-сары болған кезде табадан шығарып аламыз. Басқа бір ыдысымызға салып, мінекей өте керемет. Тиктокта көре беріп қой, мен де бір жасайын дедім. Және рецептімен сіздермен де бөлісейін дедім. Қараңыздар, керемет екен. Жасап жеп көрсеңіздер болады. Мінекей қараңыздар, осылай сап-сары етіп қуырып аламыз. Барлығын. Майды көп қоюдың керегі жоқ. Мен жарты пиала құйдым. Сол барлығына жетті. Енді енокиларымыз қуырып алғаннан кейін чесногымызды кішкене май құйып, чеснок салып, жақсылап 1 минут қуырып аламыз және үстіне бағана жасаған соусымызды құямыз. Құятын кезде бір рет араластырып жібереміз. Мінекей құйып болдық. Енді еноки саңырау құлақтарымызды қуырып алған ішіне салып бұқтыратын боламыз. Мен әрқайсысы пачкадағын бөлек-бөлек салдым. Бір пачкадағын бір рет салып пісіріп алдым. Осылай бұқтырылғаннан кейін, қайнап шыққаннан кейін астын төмендетіп 5-7 минутта қуырып аламыз. Осылай. Қыздар, каналым өте пайдалы. Видеоның соңына дейін қарап,
лайк басып комментарий жазып отырыңыздар. Мінекей бізге ас болсын. Каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Рахмет.